Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ақылы мастер-класстардың барлығында сатылып жүрген, өте нәзік, ерекше болып шығатын, жасалу жолы да өте оңай карамельді пирогтың рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видеоны асықпай, міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды ыдысқа електен өткізіп алдын ала дайындап қоямыз, және де бізге сары май бөлме температурасында болуы керек. Сары майымызды үккіштен осылай өткізіп аламыз да, қолдың көмегімен ұнмен араластырып отырып, осылай ұсақтап шығамыз. Оның үстіне қант ұнтағы, разрыхлитель және де бір жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырып жұмсақ қамыр етіп илейміз. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Қолмен осылай дәл видеодағыдай араластырып отырсаңыздар, өзі барлығы бір-біріне бірігіп жұмсақ қамыр болады. Салмасын дайындап алғанша дайын қамырымызды целлофанға салып, мұздатқышқа сала тұрамыз. Енді кезекте салмасын дайындаймыз. Бізге ол үшін осындай 20% қаймақ қажет болады. Менде президент қаймағы, барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Және де оның бетінен вареная сгущенка қосамыз. Менде осындай түрі, пайызы жақсы болуы керек. Және де барлық вареная сгущенкалардың түрі жақсы деп айта алмаймын. Деп фирмасыныкы және де осы фирманың вареная сгущенкалары өте жақсы, осылар пайдалансаңыздар болады. Оның үстіне 2 жұмыртқаны және де қант ұнтағын қосып, барлығын венчиктің көмегімен, немесе сіздер уақыттарыңыз жоқ болып жатса, миксердің көмегімен де араластырып алсаңыздар болады. Міне осындай арасында ешқандай іртігі қалмайтындай етіп, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мендегі форманың диаметрі 20 см. Менде осындай кольца пайдаландым. Астына фольга төсеп, сіздер 22 немесе 24 сантиметрлік форманы пайдалансаңыздар да болады. Жаңа мұздатқышқа салып қойған қамырымызды алып, ақырында барлық шетіне тигізетіндей етіп, жайып шығамыз. Оның үстінен салмасын саламыз, және де кішкене ыдысымызды қимылдатып, арасындағы ауаларын шығарып, білетін боларсыздар. Егер пирог жасап жүрген болсаңыздар, ауасын шығарып, кішкене қимылдатып жібереміз. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 50 минуттай шамасында пісіріп аламыз. Піскен кезде бізде осындай беті қоңыршыл түске енуі керек, және піскеннен кейін міндетті түрде бөлме температурасында 2 сағаттай суытамыз. Одан кейін ғана барып формасынан шешіп алып, мұздатқышқа бір түнге немесе 6-7 сағатқа салып қоюларыңыз керек. Себебі біздің мына массамыз жұмсақ болып тұрады, шашылып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде мұздатқышқа салып қоямыз. Міне осындай өте әдемі біркелкі болып шығады. Сіздің қонақтарыңызға, отбасыңызға барлығына ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Арайлым.